Баршаңызға сәлем, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін қытырлақ донер жасаймыз. Донерларымыз өте сочный, дәмі керемет болды. Қайнаған ыстық суымызға тұзымызды салып, сұйық майымызды қосып, ергенше араластырамыз. Қатты қамыр илейміз, ұнымызды қосып. Жарты сағатқа демалдыруға қоямыз. Көз мөлшермен бөлшектерге бөліп алдым. Өте жұқа етіп жаясыздар. Мен орташа көлемде мини қылып жасадым. Сіздер лавашты өз қалауларыңызға қарай үлкейте бересіздер. Екі шет беті қызарғанша құрғақ табаға қуырып аламыз. Лаваштарымыз піскеннен кейін арасына осылай суды жағасыздар, сонда сынбай жұмсақ әдемі болады. Міндетті түрде бетін жауып қоясыздар. Етімізді өте майда етіп тураймыз. Картобымызды да әдемелеп кесіп аламыз. Қиярымызды тураймыз. Қызанағымызды кесеміз. Сәбізімізді теркадан өткізіп аламыз. Қызып тұрған майымызға картобымызды фри сияқты қызарған жоқ қуырып аламыз. Етімізді де пісіріп аламыз. Майонезге бұрышымызды, кетчупымызды қосып араластырып, үстінен чесночный соус қостым. Бұл бізде соусымыз. Етімізді өте тағы да майдалаймыз. Өте майда болсын. Лавашымызға 2 қасық соусымызды жағамыз. Етімізді, сәбізімізді, қиярымызды бәрін салып, орап шығамыз. Бір жұмыртқаға кішкене сүтімізді қосып, кляр жасаймыз, ұн қосып. Аунатып алып, панировочный сухариға аунатамыз. Менде донерді пісіретін таба болмағандықтан сковородкаға өйстіп майсыз қыздырып алдым. Ал жареный донерімізді майға қуырамыз. 2 беті қызарғанша. Донеріміз өте дәмді болды. Ас болсын.